Өзбекстанда болып жатқан өзгерістер Кремльді күндіз күлкі түнде ұйқыдан айырып жатқан сияқты. Өйткені Ресейдің мына қорғаныс министрі Андрей Белоусов деген әскери шенеунік осындай мәлімдеме жасады. Өйткені өзбектер елі Түркиямен жақсы байланыс орнатып, әсіресе әскери салада бұлардың қарым-қатынастары тереңдеп бара жатыр. Ал Ресейдің қорғаныс министрі бұған алаңдай бастады. Өзбектердің білесіздер экономикасы, жаңағы әлеуметтік саласы қалай дамып жатқанын. Соңғы 10 жылдықты алып қарайтын болсаңыздар, өзбектердің жетістігі енді ауыз толтырып айтуға болатындай. Алайда Ресейдің сол соңғы 10 жылдықты алып қарайтын болсаңыздар, бұлардың жалпы ішкі өнімі болсын, әскери саласы болсын, қалай тоз болғанын байқаған шығарсыздар. Өйткені Ресей-Украина соғысы әбден тығырыққа тірелді. 2022-ден бастап былай қарай есептегеннің өзінде де Ресейде адам шығыны, техникалардың күйреуі, тозуы, дипломатия әлемінде изоляцияға ұшырауы, батыс елдері мен Американың оларға салып жатқан, үстіне салып жатқан санкциясы, бұлардың барлығы да мемлекеттің жағдайына, мемлекеттің күш қуатына әсер етпей тұрмайды. Ал Өзбекстанға жаңа мүмкіндіктер ашыла бастады, және Қазақстанға да. Енді қараңыздар, мына Андрей Белоусов деген Ресейдің қорғаныс министрінің айтуына қарағанда, Орта Азияда қандай да бір сыртқы мемлекеттердің әскери ықпалы артып кетуіне болмайды. Және оны бұлар бақылап отыр екен. Бұны өздері мәлімдеме жасап, бір Өзбекстанға қыр көрсеткендей, немесе бір қабақ шытқандай әсерде қалдырды. Енді өзбектер елі оны тыңдайды, тыңдамайды, ол жағы әзірге белгісіз. Бірақ мына Өзбекстанның қазіргі кезде Түркиямен байланысы тым артып бара жатыр. Енді қараңыздар, не үшін Кремльге бұл керек? Былайша айтқанда, қазақта сөз бар, өзінің жыртығын жамай алмай отырып, басқа елдің ішкі мәселесіне араласуы қаншалықты дұрыс? Бұл халықаралық норма тұрғысынан болсын, басқа мемлекеттің ісіне араласу тұрғысынан болсын, бұл талқылауға жатпайтын нәрсе негізінде. Алайда не үшін Ресейдің қорғаныс министрі Өзбекстанға шүйлігіп отыр? Міне мәселе осыда. Өйткені Кремльдің бұл жақта ықпалы азайып бара жатыр. Ол қаласа да, қаламаса да, бұл жаңағы бұрынғыда жыл өткен сайын емес, тіпті ай өткен сайын Ресейдің бұл аймақтардағы ықпалы, салатын капитал дейсіз ба, әлсіреп жатыр. Өйткені қазіргі кезде Ресейде 2022-ден бері болып жатқан Украинамен соғыс Ресейдің аймақтағы ықпалына сөзсіз әсер етіп, әлсіретіп жіберді. Олардың көлеңкелі танкерлері мұхиттарда бұрынғыдай тайраңдап жүре алмайтын болды. Американың әскери кемелерін көрдіңіздер, қалай бірінен кейін бірін басып алғанын. Демек, тіпті мына Үндістан мен Қытайдың өзі Ресейдің санкция салынған танкерлерін қабылдаудан бас тартқанын да жақсы білесіздер. Сертификат сұратқанын да білесіздер. Бұның барлығы айналып келген кезде Ресейдің бұл аймақтағы ықпалын әлсіретіп жатыр. Қазіргі кезде Ресеймен қарым-қатынас жасап отырған, жақсы байланыс орнатып отырған елдер саусақпен санарлық. Оның көпшілігі осы Орталық Азия елдері. Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан сияқты елдер. Бұрынғы Кеңес одағының құрамында болған мемлекеттер көбінесе. Ал Моңғолияның өзі Путинмен жақсы қарым-қатынас орнатып отырғанмен әліптің артын бағып отыр. Қытайдың өзі. Қытайдың өзі Американың санкциясымен бетпе-бет келгісі келмей, қандай дипломатиялық әдісті қолданып отырғанын білесіздер. Өйткені қазіргі кезде мына Ресейде болып жатқан өзгерістер, тіпті болжап болмайтын өзгерістер жүріп жатыр. Қазіргі кезде мысалы бір жылдан кейін Ресейде не болуы мүмкін екенін саясаткерлер де, экономистер де нақты, мынадай нәрсе болады деп нақты айта алмайды. Тіпті айтқан күннің өзінде ол жоспары, ол болжамы шындыққа айнала ма, айналмай ма, ол да белгісіз. Сондықтан қазіргі кезде Ресейдегі жағдай мүлде тұрақсыздық. Әлемде тұрақсыздық болып жатқан шындық, бірақ Ресейдегі жағдайдың қалай өзгеретінін нақты дөп басып айту өте қиын. Сондықтан Өзбекстан Ресейдің бұл қабақ шытқанына көніп айтқан істеуі мүмкін ба? Әлде алған бетіне қайтпай Түркиямен одан әрі мына әскери ынтымақтастықты тереңдете беруі мүмкін ба? Өйткені мына біз бүгіндері айтып отырған мына ОДКБ бар ғой. ОДКБ десе
көпшіліктің төбешасы тік тұрады. Қаңтар оқиғасынан кейін тіпті ОДКБ туралы жағымды пікір айтатындардың саны саусақпен санарлық десек болады. Міне сол ОДКБ әскери ұйым Өзбекстанның Ташкентінде құрылды. Бір қызығы 1992 жылы негізі қаланды, іргетасы қаланды. Қызығы сол Ташкентте негізі қалана тұра өзбектер кейін бұл ұйымнан жақсы деп шығып кетті. Ал қазіргі кезде сол өзбектер Түркиямен, Америкамен тікелей байланыс орнатуға ұмтылып жатыр. Және жыл өткен сайын бұл процесс дейміз бе, үрдіс күшейе түсті. Ал ОДКБ-ның мәселесіне келетін болсақ, бұл ұйымға мүше болған Арменияны қараңыздар. Арменияның өзі бұл ұйымға мүшеліктен бас тартты. Тіпті мына Еуразиялық одақ төңірегінде де қазір талас жүріп жатыр. Бұл ұйымдардың жалпы болашағы қалай болатыны бұлыңғыр. Өйткені қазіргі кезде мына әлемдегі саясатқа қарайтын болсаңыздар, бұл құдды бірінші дүниежүзілік соғыс алдындағы бір дәуірді елестететіндей. Өйткені екінші дүниежүзілік соғыстан кейін адамзат баласы мынадай әлемдік қақтығыстарды, әлемдік шиеленістер, ол аймақтық мәселелері болуы мүмкін. Мысалы, ол Сирияда болуы мүмкін, ол мысалы мына Камбоджа, Вьетнам жақта болуы мүмкін, ол не болмаса Европада, орталық Европаның бөліктерінде болуы мүмкін, Америкада болуы мүмкін, кез келген әлемнің нүктесінде болуы мүмкін. Осындай шиеленістерді үлкен соғысқа алып келмей шешу үшін Біріккен ұлттар ұйымына маңыз берілді. Алайда суық соғыстан кейін және кеңестер одағының ыдырағаннан кейін байқағандарыңыздай, Лиссабон хаттамасы, ядролық қарудан бас тарту деген мәселелер қазір уже екінші кезектегі мәселелерге айналып келе жатыр. Себебі қазіргі 21 ғасырда кімнің шоқпары мықты, кімнің диірмені күшті, енді ар жағын өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. Кім мықты, соның сөзі жүретін заманға айналып бара жатыр. Тіпті Тоқаевтың өзі айтқан болатын, Біріккен ұлттар ұйымына реформа керек, мына ұйымның сөзін қазір ешкім тыңдамайтын деңгейге жетті. Бұлар тек бір-екі қарар шығарып, жаңағы мәлімдеме жасаудан әрі аспай отыр. Өкінішке орай. Қауқарсыз ұйымға айналып бара жатыр. Аты барда заты жоқ ұйымға айналып бара жатыр. Сондықтан қазіргі кезде кімнің, тағы да айтамын, кімнің шоқпары мықты, соның сөзі жүретін дәуірге келе жатыр. Ал өзбектер елі болса, оны жақсы білесіздер сіздер. Әр мемлекет бірінші өз пайдасын ойлайды. Ал енді алдағы уақытта көретін боламыз, өзбектер елі Кремльдің бұл жаңағы қабақ шытуына қалай жауап беру мүмкін. Үндемей қоя сала ма? Әлде Түркиямен байланысты одан әрі тереңдете ме, әсіресе әскери салада?